Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге дәмі тіл үйіретін және де ең бастысы жылдам жасалатын муравейник рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен кез келген печенье түрін алып, оны қатты ұсақтамай езіп аламыз. Келесі кезекте қоюлатылған сүтті қосып жақсылап араластырамыз. Сонан соң бал қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей муравейник дайын болды. Енді оның формасын шығарамыз. Ол үшін біз осындай кішкентай рюмканы алып, оған кондитерский мешокты саламыз. Және де оның ішіне муравейникті салып форма шығарамыз. Яғни видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Муравейникті формаға салып дайындап алдық. Енді оны өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен мұнда шоколадпен әрлейтін боламын. Дайын болған муравейникті 1 сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Сонан соң дәм ауыстыруге тарту етсек болады. Достар, бұл рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Өмірбек Ағаке.